Ел жаңалықтарына оралайық. Шымкентте Астана Моторс компаниясының Hyundai отырар дилерлік орталығы ашылды. Автоорталықта қолайлы сервис пен темір тұлпардың түрлі моделі бар. Енді миллионды қаланың тұрғындары жаңа дизайн мен максималды жайлылыққа ие көлік түрін алысқа сабылмай-ақ таба алады. Дилерлік орталықтың тиімділігі мен артықшылығын әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджан тарқатады. Жаңа автоорталықта отандық Hyundai Транс Қазақстан зауытының Hyundai автокөліктері сатылады. Толық жабдықталған кешеннің жалпы ауданы 2000 шаршы метрден асады. Компания жобаны жүзеге асыру үшін 1,5 миллиард теңге инвестиция құйды. 100-ден астам қала тұрғынын тұрақты жұмысқа тартты. Бұл компания тек бір автосалонда тоқтайын деп отқан жоқ. Тек сату ғана емес, оларды мысалы қаладағы басқа да көліктер жүргізушілерге ремонт жағынан мүмкіндіктер береді, запчастер, халықаралық дәрежедегі қызметтер ұсынылатын болады. Сондай өзімізге қаламыздың дамуына үлкен ықпалын тигізетін болады. Дилерлік орталықта клиенттің көлікке қол жеткізу үшін түрлі жеңілдіктер мен банктік несиелеу жолға қойылған. Бұл жерде біздің халық ескі автокөліктерін ауыстырып, жаңа автокөлікке ауыстыруға болады. Және де қосалқы бөлшектер бар, сервис бар, және де бөліп төлеу, рассрочка дейді ғой, бөліп төлеу деген программалары болады. Айта кетейік, Hyundai көліктері сапасы мен технологиясы жағынан халықаралық стандартқа жауап береді. Трассаға төзімділігі мен қарбалас қала өміріне жайлылығы көлік жүргізушілерінің көңілінен орын тапқан. Қазіргі таңға Hyundai автокөліктері өте танымал, өте сатылымға көп шығып жатыр. Бұл автокөліктердің сапасы өте жоғары. Бұл автокөліктер өзінің бағасын өте ұзақ уақытқа ұстай алады. Өз клиенттерін қуантуға асық кешен қала орталығында орналасқан. Демалыссыз таңғы 9:00-ден кешкі 21:00-ге дейін жұмыс істейді. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Шымкенттен.